Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге Binance биржасынан қалай криптовалюта сатып алуға болатынын көрсететін боламын. Кім криптовалюта қызығады, кім криптовалютаны сатып алғысы келіп жүр, сол видеоның соңына дейін көрсе болады. Және де мен бүгін видеода қолданған инструменттердің крипто биржаның барлығының ссылкасы закреплен комментарияда және де менің телеграм каналымда болады. Видео ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар және де қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ал енді видеоны бастаймыз. Ал енді жақсылап тыңдаңыздар, түсініп көргендер барлығын түсінеді. Және де мен қазір сіздерге криптовалютаны сатып алып көрсететін боламын. Бірінші картадан ақша толтырып көрсетеміз. Дәл қазір қарасаңыздар, мен Binance криптовалютный биржада тұрмын. Бұл биржа әлем бойынша номер бірінші орында тұрған криптовалютный биржа. Өздерінің койындары бар. Капитализациясы 69 миллион 415 доллар тұрады қазір бір Binance койын. Ал биткоиннің капитализациясы 865 миллион 46 мың доллар дәл қазіргі ценасы. Менде дәл қазір осы жерде 132 доллардай бар. Өздеріңіз көргендей менде Cardano, ADA, Chiliz, XRP, Fantoken, BNB, яғни Binance Coin, одан кейін Tron, IOTA, тағы да 3 монета бар. Бұл монеталарды мен күзден бері жинағандары бар, сатқандары бар, алғандары бар. Менде ең көп осы уақытқа дейінгі доход алып келген ол Terra Luna деп айтсам болады. Мен Terra Luna'ны 5 доллардан сатып алғам, даже 4,75 доллардан 50 долларға сатып алған болатынмын. Жақында ғана 18 доллардан саттым. Өздеріңіз көргенде 41 долларға дейін көтерілді, бірақ әрине көтеріле түседі криптовалюта болған соң, сол менде 18 долларға өте қуаныштымын. Осы уақытқа дейін мен бұл жерден шынымды айтсам 100 доллардай толтырдым Binance'қа, бірақ осы уақытқа дейін 400-ден астам доллар шығарып алдым мен. Жалпы криптовалюта сатып алам, сатам, криптовалютаны түсінгісі келетіндерге негізінде өте жақсы тема криптовалюта деген. Ал енді қараңыздар. Мен қазір криптовалюта сатып алатын болам. Бұл жерден біз верификация, ең бастысы Binance'қа тіркелген кезде верификациядан 100% өтулеріңіз керек. Верификация өте қиын емес. Мобильный приложениесі бар, Binance деген. Сол Binance'тың мобильный приложениясына өтсеңіздер де болады. Удостоверение алды артын и сурет, міне көргендеріңізде қарасаңыздар, міне подтвержденный деп тұру керек сіздерде. Сол кезде сіздер ешқандай қиындықсыз сатып алып сата аласыздар. Купить криптовалюту деген жерге кіресіз. Пополнить с карты деген жерде қарасаңыздар, біз негізінде банковский карта Visa MasterCard'тан толтырсақ болуы керек, бірақ менде болмады. Мен Jusan карточкасын қолданам, әрине Jusan'да толмады. Сол себепті мен через AdvoCash толтырам. AdvoCash арқылы толтырғаны өте оңай және де өте кайф. Көргендеріңізде комиссия 0. Ол үшін қараңыздар, AdvoCash'ке кіреміз. AdvoCash'ке де верификация болу керек. Одан кейін барып, өздеріңіз көргендей, қараңыздар, пополнение счета деген басасыз. И қараңыздар, доллармен толтырғыңыз келсе, доллармен, рубльмен болса, рубль басасыздар. Одан кейін барып 1000 деп жазамыз. Минимальный сумма толтыруға болатын 10 доллар доллармен. Ал рубльмен болса 1000 рубль болу керек. Ал енді пополнить деген басамыз. MasterCard, Visa өздеріңіз білесіздер, қайсысын таңдасаңыздар, себебі екеуі де жүре береді. Оқысыздар, виртуальный болмау керек, карточка пластикі болу керек, және де 10 000 доллар бір күнге 10 000 доллар ғана толтыра аласыздар деген. Комиссия 36 рубль, көргендеріңізде комиссиясы өте аз, бұл жақсы. И продолжить деген басамыз. И осы жерге картал номерлеріңіз барлығын жазып шығасыздар. Мен былай жаза салам. Көргендеріңізде менде почти дайын. И SV жазсам болды осы жерге. Мен SV жаздым и пополнить деген бастым. Қазір загрузка. Көргендеріңізде мен толтырып шықтым. Маған қазір одноразовый код келеді деді. Мен Jusan банк карточкама одноразовый код келеді. Яғни приложениесіне, Jusan деген приложенияға одноразовый код келеді. Соны мен осы жерге жазам, отправить басамыз, болды. Мені көргендеріңізде менде 1006 рублей 1 минут ішінде ақша түседі. Мені 1006 рублей осы кезге дейін шығарғам, және де 3666 рубль алдын картаға перевод жасағам. Ол 50 доллар ма сондай? Я 50 доллар алдын, оны да Binance Coin'нан шығарғам. Ал енді қараңыздар, бұл жерде пополнение рублей береміз.
И баланс счета адвекеш деген басамыз, продолжить басамыз. Қараңыздар, мен адвекеш деген ақшаны қазір енді осы жаққа шығаратын боламыз. 1006 рублей барлығын шығарайық. Ал енді қараңыздар, адвекеш Binance Coin'ға, Binance биржасына міндетті түрде верификация жасауларыңыз керек. Менде қазір адвекеш валетқа лақтырады. Осы жерден мен жай ғана кіріп қайтадан қараңыздар, мен 1000 рубль толтырдым және де оны тизерге айырбастап алдым. Тизерге қалай айырбастайсыздар? Қараңыздар, қазір көрсетемін. Мені купить криптовалюту деген жерге кіресіз. Одан кейін фиатный баланс деп кіресіз. Сізге жаңа рубльмен толады ақша. Соны 1000 рублей жазасыз. Сосын биткоинға емес, USDT-ға айырбастап аласыздар. USDT деген ол жерден сіз ешқандай қиындықсыз криптовалютаны қалаған сатып ала бересіз. Яғни осы USDT-мен сатып аласыз. Қазір мен барлығын көрсетемін. Өздеріңіз көргендей, бұл доллардың ценасы қанша болады? Осы криптовалюта USDT-да сол ценаны ұстап тұрады. Яғни доллар 427 болса, ол да 427 болады. В общем, түспейді, доллар көбейсе көбейеді. Қараңыздар, рынок торговляға кіресіз, классическийға кіресіз. Одан кейін барып, өзіңіздің қалаған криптовалютаңыз осы жерден сатып аласыз. Мысалы, сіз не сатып алғыңыз келеді? Поисққа жазасыз. Мысалы, мен XLM сатып алғым келеді. XLM. И USDT-мен шығып тұрады. Осын бір басасыз үстін. Енді қараңыздар. Мына XLM-нің ценасы менде 33-тен тұр. Мен жаңа ғана 33 штук XLM ордерге қойып қойдым. Ордер деген ол мені пока осы ценаға түспегенше менде тұра береді. Мені $10 қойып қойғам. Купить деген бас 32.85. Қазір XLM-нің ценасы 33.44 болып тұр. Мен 32.85 болған кезде маған түседі. Мысалы, қазір мен отмент ете салам оны. Мен отмент еттім. Ал енді мен долларым көбейді. USDT-м 28 тұр. 33, яғни бізге 33 по-любому қымбат сияқты. 32.85. И количество XLM қанша алғыңыз келеді? Мен $10 алғым келеді. $10 мені 32 XLM алалам. Купить XLM басамыз. Все, мені ордерде тұр. Яғни XLM-нің ценасы осы ценаға түскенде, 32-ке түскенде, менде 32 XLM пайда болады. Ал если 33-тен ала салатын болсақ, қазір сразу түсетін еді. Дәл осылай криптовалюта сатып аласыздар. Ал криптовалюта сатып алғыларыңыз келмейді, басқа да ақша табу жолдарын іздесеңіздер, менің каналымда өте көп ерінбей көріп